Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін мен Дональд Трамп Американ президенті болған қазақтарға, Қазақстанға, қазақтың билігіне жақсы ма, жаман ба, соны айтайын деп. Енді менің ойымша, менің пікірім, Дональд Трамптың біз қазақтарға жақсы деп ойлаймын. Билікке жаман. Нақ десеңіз, мына қазіргі болған Дональд Трамп очень амбициозный, ақшасы бар, басқа нәрсесі керек жоқ оған. Өзін айтқан істеп, жеңді, президент болды. Енді бұл бір өзінің атағын қалдырғысы келеді. Мысалы, мына қуалап айтатын Панамский каналды алып қою керек, Американы болу керек дейді, Гренландияны алып қою керек дейді, біту керек дейді. Мен Ресейдегі соғысты бір-ақ күнде бітірем деп айтты. Енді ол айта береді ғой енді. Бірақ енді сол сөзін ұстау үшін, өз атағын шығару үшін ол әрекет жасайды. И ол болу мүмкін. Нақ десеңіз, Путин әбден шаршады. Миллиард деген ақша кетіп жатыр. Халық миллион деген ақша, миллион деген адамдар, орыстар қайтыс болды. Ішінде қазақ бар өте, башқұрт, татарлар, Дагестан, якут, басқалар көп. Бірінші очередь соларға тағады. Енді орыстардың ішіндегісі бәрі де шовинист емес, бәрі де немен емес. Мен өзім білемін оны басында. Баяғыда орыс мектеп бітіріп, бәрі институт, орыс коллективті болған екен, орыстардың ішінде жүрген екен. Ішіндегі кейбір мұсылмандардың өткен мұсылмандар бар. Орыс енді істеген тірлігіне қарап та, енді христиан болса да. Енді нақ қазақтарға жақсы, нақ билікке жаман дейді. Енді біріншіден ол Путин әбден шаршады, қазір көнеді енді, қалай болса да. Рональд Рейган дейтін президент болған, баяғыда Совет өкіметінің кезінде, ол Михаил Горбачевпен кездесіп, күліп ойнап, аяқ жағы Совет өкіметі, Совет одағы тарып кетті. Бұнда сондай болуы мүмкін. Нақ десеңіз, енді мына жерде Ресейдің ішкі халқын бәрі жақтырмайды Путинді, шыны керек. Бір жағынан оның ақшасы қалған жоқ. Қасындағы адамдарларды пышақ қайрап отырған адамдар, оң жағында, сол жағында Путин орнына тақ отам дегендер де көп. Сол үшін сондай Путин кетсе, ол артынша басқа отырған, соның арқасында ұстап отырған, өздерінің білесінде диктаторлардың бәрі кетеді. Ресей бөлініп, Башқұртстан, Татарстан, Якут, Хакас, Дагестан, бауырым шешен халық бізде тұрған дейін, Қазақстанда талай Қарашай, Құмықтар бауыр болып кетті ғой. Солардың бәрі егемен алған екен, Ресей уже қолдырайды. Ресей қолдыраған ол бізге жақсы. Деспот тиран Қазақстанның түбіне жеткен, қазақтың билігіне жаман. Америкаға, мысалы, біздің билік жақсы. Олар Америка қалай енді не қылады? Мысалы, Дональд Трамп айту керек, Владимир, сен бұны қоймаса, ол да біліп отыр. Америкада өте көп мұнай, Сауд Аравиядан да көп мұнай. Бірақ олар өзін консерватив қойған, келесіде біздің поколениеміз қиын жағдайларда болса болады, болмаса басқа немен де жетеді. Оларға не қылады? Мұнай шығарып. Қазақстанның мұнайын біздің Назарбаевтың арқасында ашын тегін алып отыр деуге болады. Тек қана Америка емес, Италияда, басқаларда бар. Ресейлер тонап отыр, ашық тонап отыр. Оған қалғандар мынау біздің қазір басымызда отырған Шодиев дейтін өзбек, Кимдер, Имдер, Машкевичтер, басқалар, олар тонап отыр. Халықты ойлап атқан, мемлекеттің келешегін ойлап атқан, халқың келешегін ойлап атқан, бет қарасаңыз, ешкім жоқ, тек қана түбінді құрту керек, байқасаңыз. Тілін баяғынан құртып келе жатыр, сөйтіп жайлап, тарихымызды құртып жатыр. Сөйтіп, сол үшін мынау Америкаға біздің билік өте оңайлы болып тұр. Әйтпесе мынау права человека не соблюдается деп, сен нақ мына жерде свобода слова жоқ деп,
жаңағы сен свобода передвижения жоқ деп, сен өзің жаңағы халқыңды біреуің жаңағы қамап қойдың деп, бізде пытырлатып халықты атып атқанын да көріп тұр ғой. Нақ перевод жазу. Нақ соғысты жібермейді. Мысалы, нақты сен сол ona ашық тонап жатыр, ашық не қылып жатыр бізді. Бірақ енді Путин кетсе, қалай болса да жаңағы біздегі бізге ешқандай неменесін жасай алмайды. Мынау Путиннен қойған таққа қойған адамдардың бәрі кетеді. Сол жағынан қазақ халқына жақсы деп ойлаймын. Енді біз мынау ол бір күн, екі күн ішінде емес. Енді мүмкін осы жылдың аяғына шейін осы жағдай болып қалуы мүмкін. Оларда да бәрін қарап отыр, оларда бәрін біліп отыр. Енді ішінде ең құрығаны мынау Қазақстан, ең ыңғайлы сол. Мынау Өзбекстан, Әзербайжан, олар өздерін не қылып отыр, өздерін достойын ұстап отыр. Олар жақындасып отыр. Олар сыйлайды да. Нақты десеңіз, олар өзінің жағы немнесін өздерін жақсы ұстайды. Олардың жағы президенттерін де сыйлайды. Нежеде енді Америка әбден жағы мынау Армениямен келісіп бар, Армения мен Азербайжан ортасына Американың жағы әскерлер келеді деп жатыр. Уже келісімге қол қойды. Сонда Ресейдің шаруасы бітті. Ресей түк істемей қалды. Путин әшейін отыр сүмірейді қазір. Не болса да анау жаңағы 18 жасарға қыз дайын тұрмысқа шыққан дайын сияқты болып тұр. Мынау жаңағы осы қалған половина қалай жақсы шықсам екен, енді кішкене өтіріктен жаңағы орысша айтқанда торг жасайды, енді мынау нетіп қалсын, бүйтіп қалсын, анау мынау дегендей. Бірақ оның бәрі айтқаны болмайды. Путинге мен ойынша Ресейдің билігіне Ресей шашырауы мүмкін. Ол бізге өте жақсы. Біріншіден қазақ халыққа жақсы, немнеге жақсы. Өздерінің орыстарына да жақсы. Орыстарына жақсы. Әбден оларда шаршады бұлардан. Жаңағы қанша миллиондаған адамдар кетті байқұс. Обал ғой. Қанша адам қарап, бауырлас халықты бір-біріне салып қойды ғой. Қазақтан Қарақалпақ сияқты, қазақтан Ноғай сияқты ең жақсы. Жақсы, рахмет.